Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін бізде қоршаған ортамен танысу сабағы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы зергерлік бұйымдар. Мынау сұлу әлемде адам өмір сүреді. Үлкен менен кішіге күн сәулесін төгеді деп бүгінгі сабақты бастаймыз. Бар сабақ бастамас бұрын Фариза Оңғарсынова апамыздың зергер деген өлеңін тыңдап алайық. Білесің бе бұл істі, зергерлікке кім дайын? Балқытып ап күмісті, сапырады судайын. Білезік пен алқаны, сақинаны сырғаны, күміс сымнан тартады. Бұлар өлеңде кім туралы, қай мамандық жөнінде айтылған? Бұнда сақина, сырға жасайтын адам туралы айтылған. Ал оны біз зергер дейміз. Зергер әртүрлі әшекей бұйымдарын жасайды. Қазақтың әшекей бұйымдары бүкіл ұлттық мәдениетіміздің асыл қазынасы. Зергерлер алтын мен күміс, жез бен мысты кеңінен қолданған. Солардың арасында көбірек қолданғаны күміс. Кітабымызды ашып, тапсырмаларға қараймыз. Бірінші тапсырма бізде мақалдың мағынасын түсіндір дейді. Өнерлі елден өнерлі ұл-қыз шығады. Бұл мақалдың мағынасы, мысалы, бір үйдің ата-әжесі немесе әке-шешесі әнге жақын домбыра тартатын болса, немесе тігіншілік қолынан келетін болса, ондағы сол үйдің ұл-қызы соларға қарап өсіп, оларда сол істі жалғастырады деген сөз. Енді келесі тапсырмаға қараймыз. Бұнда бізде әшекей заттарды ажыратып, заттарын ата деген. Бұнда бізде білезік, сырға, алқа, шашбау, шолпының суреттері берілген. Білезік білекке тағылатын әшекейлі сәндік бұйым. Көркемдік бұйымның тағы бір түрі сырға. Сырға сән үшін тағылатын зергерлік бұйым. Алқа бірнеше бөлік асыл тастардан шынжыр арқылы тағылатын мойын әшекейі. Ол бір-бірімен шығыршық арқылы жалғасады және бірнеше 4 бұрыш, 3 бұрыш дөңгелек әшекейлерден көрініп тұратын болғандықтан асыл тастармен, өңді әйнектермен безендіріледі. Одан кейін шашбау дегеніміз өрілген бұрымның ұшын бекіту үшін тағылатын алтын, күміс тиындар. Кейде маржан тағылған бауы бар сәндік бұйым. Шолпы, күміс немесе алтын теңгелер. Тиындар қадалған шашбауды шолпы деп те атайды. Себебі бұрымға тағылатын шашбаудағы алтын, күміс теңгелер де шашбау теңселген сайын жалт-жалт еткеннен кейін шолпы аталса керек. Бұл әшекей заттарын қайда қолданатынын білдік. Енді кітаптың екінші бетіндегі тапсырмаға қараймыз. Бұнда бізге заттар берілген. Бізге тапсырма. Қыздарға арналған бұйымдарды қызыл түспен, ал ұлдарға арналған бұйымдарды көк түспен бояп шығамыз. Балалар, әшекей бұйымдар үлкен еңбектің арқасында келеді екен. Сондықтан ұста шеберлердің еңбегін үлкен құрметпен бағалауымыз керек. Ендігі тапсырма. Кітапта анаңа қандай зергерлік бұйымдар сыйлар едің, суретін сал деген тапсырма бар. Осы жерге әркім өзінің анасына қандай зергерлік бұйым сыйлағысы келеді, соның суретін саласыңдар. Балалар, осымен сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.